Мынау Үргеніштің ішіндегі бетон жолдар. Бетон жол осындай. Не, Үргеніштен шығып келе жатырмын. Хиуа іргесіндегі соған жетпей бір ауылда мынау отан соғысы батырларына қойылған ескерткіш екен. Енді биыл 80 жылдығы соған байланысты тоқтап мен де бір отан соғысы батырларына басын биік кетейін деп келдім. Хиуа Ишанқалаға келдік. Біз бүгінгі бірінші ең үлкен суреттерді көрдік. Қазір ана Жасурға берейік көлікті. Ана кімге? Камалға береміз. Иә, сосын Мынау былай қарағанда колонный зал деп айтуға болады. Терең мынандай тіреулер колонна. Бәрі бір-біріне ұқсамайтын. Осы жерде міне ортада міне төбеден жарық түсіп тұрмын деп мына жасаған. Мынау қақ ортасы. Ал осындайдың 213 ұштуға көтеріп тұр. Не бұқынбай. Ән жерде телевидениедан келіп түсіріп жүр екен. Телевидение. Өзі табы. Бірдеме қызықтайды да. Ана баяғы кодтар ғой. Тастап кеткен, баяғы ұсталардың тастап кеткен кодтарын анықтайды ғой. Мұның бәрі. Сол кезде істеп отыр. Енді өнер ғой. Адам миынан, несінен туындайды ғой. Арманынан. Ол қалай көрді, әлемде қалай ойланды. Репортаж берсе қайтеді. Берші. Жол жүрісі жақсы, тарихы мол жер екені белгілі. Бұрыннан жүрместер. Бекет атам келіп оқып, 60 шақырым жерден түйемен келіп оқыған жерге мен велосипедпен келдім. Соған өзім ризамын. Керемет ұсталған. Колонный зал деген үстінде отырмыз. Колонный зал үлкен зал. 200-ден астам тіреумен тірелген екен. Әрқайсысы бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі колонналардан тұрған. Соның керемет көріп тұрмыз. Осы жерде ал жолымыз болсын. Ары қарай менің жүретін жолым Самарқанд арқылы Ташкент, одан ары қарай Қазақстанның Түркістанына шығам. Бәрі де түркі әлемінің ең тарихы мол қалалары. Жүздеген жылдар тарихы бар. Осылардың бәрін аралап, халыққа таратып, айтып, тез ютубқа салып отырам. Мынау бір қызығы, мына жолдың бойында сыпырушы, су құюшы, тазалаушы, краскілеуші деген пол. Тіпті әрбір 100 метр, 50 метр сайын бір адам деген қателеспейді. Мына жағда сол. Туризм деген Хиуадағы жүрген халықтың
95% шетелдіктер, 5% ғана жергілікті адамдар, олар да келек саудагерлер. Сауда, кітап, көрсетуші, нұсқаушы, тазалаушы, кафе, тамақ. Ал туризм міне осылай екен. Ал біздің палау келіп қалды. Бір минуттың ішінде палау да келді. Енді шай келеді. Көрдің ба? Вот міне обслуживание. Бір минуттың ішінде мына тамақтың бәрі келді. Бірінші зуылдатып нанды алып кет. 10 секундтан кейін. 15 секундтан кейін. Нерді алып кет мына. О, міне шай да келді. Пожалуйста. Міне. Бір минуттың ішінде бәрі заказымыз келді. Ал. Мына палау. Бұл самаркандский палау. Мына шайымыз бізге. Осы шайға үйрендік. Хиуа қош бол, көргенше Үргенішке қарай кеттік. Қонақ үйімізге барамыз. Жақсы. Мына көзілдірігімді мына Хиуа деген кіреберістегі қақпаған қасындағы гүлдердің үстіне кеттім мана. Бұл жерде қаншама адам жүр. Бірақ олар көрмеді ме, я кісінің затына тимей ме? 5-6 сағаттан кейін қайттан келіп мені алып тұрмын. Ана бір гүлдердің үстіне көріп тұршы. Қаншама адам жүрсе де. Біреуді кетіп тимеген шығар мүмкін. Бұйырған зат осылай ғой, а? Бұйырған кетпейді ешқайда. Бүгін міне сағат 4-тің жобасы. Таңертең 9-да өтіп кеткен көпірім осы. Хиуаға қарай. Хиуаға барып, қайтадан айналып кейін қарай келе жатыр. Міне сол көпірді үстінде тұрмын. Жаңа міне арт жағымда қалды. Круговойдан оңға кетіп едім. Енді мына Круговойдан да алдымда тағы бір Круговойдан. Бұдан да оңға қарай алып кетіп